туған күнің менен тадан. Құтты болсын жаным. Мынау жарылып қапты ғой. На, тілек тіле. Рахмет. Міне гүл алдым. Бірақ ойлығыске салып сатып жүру жоғынан. Сен маған бір қымбат сыйлық алдым деп едің ғой. Иә, саған бір шама қымбат сыйлық алдым. Құтты болсын жаным. Вау, жан, рахмет. Құтты болсын. Креативный подачамен бергім келген ғой саған. Еще ешкім кимеген новый носки. Рахмет. Сен нешінші жылғысың? Мен 2006. 2006? Өй, бәрі нормально, махаббат жаса қарамайды. Жүр кеттік свиданияға. Жүр самокатқа отыр. Негізі менің машинам бар. Машина? Сонымен қайда барамыз? Мен свиданияға баратын күшті жерді білем. Біз қайда келдік? Мә жерде күшті ойындар бар. Давай бірге ойнайық. Ох, ема! Көрдің ба мен қалай істегенді? Тәте билесеңізші. Иә. Тәте не скорый шақырайын ба? Жоқ, бені барғай өзім. Қатпес кәрекесі бар ғой. Билей берем мен. Давай, төбелесіңіз. Апа, дұрыстап ойнаңыз. Дұрыстап. Сен өз немен айналысасың? Мен тиктокермін ғой, тикток түсірем ғой. Айтпашы, мен тиктокқа түсірші. Сәлем. Сәлем. Неге түсіріп алдың? Жай естелікке. Фотосын жердің пробивай. Все, пробивай. Так, Айжан Солтан Мақсатқызы Алматыдан 10 километр жерде ауылда тұрады екен. Ауылдан? Бірақ үйінде 200 қой, 300 жылқы, 400 сиыры бар екен. Мә, мынау кәдімгі байдың қызы ғой. Неге құлағыңды ұстай бересің? Құлағымда қотыр бар просто. Ойдаш, папасы ауыл партиясының мүшесі екен. Ауыл партиясы қазір Қазақстанды гүлдендіріп жатыр. Мә, мынау күшті қыз. Ұстап ал соны. Давай сындыр енді осы қызды. Бос уақытта немен айналысасың? Мен бос уақыт жоқ. Мен таңғы 5-те тұрам. Қойды өріске жіберем. Қора тазалаймын. Отын жарам. Тоқташ, сен қалада квартирада тұрам деп едің ғой? Сөйтіп айттым ба. Бізде квартирада солай, подъезде мал өсіреміз. Қандай музыка тыңдаған жақсы көресің? Менікі ма? Қазір. Кей-поп жақсы көреді екен, кей-поп тыңдаймын деп айт. Мен кей-поп тыңдаған жақсы көремін. Қой, шын ба, мен де кей-попты жақсы көремін ғой. Сүйікті группаң қандай? Менікі? Так, қазір. BTS Чонгук деп айт. BTS Чонгук деп айтсашы. BTS жаңғақ? Чонгук. BTS Чонгук жақсы көремін мен. Мен де Чонгукты жақсы көремін ғой. Екеуміздің ұқсастықтарымыз көп екен. Бүгіннен бастап сен менің ең жақын досым боласың. Досың? Жүр, ана жаққа барып тамақ ішейік. Қазір бара бер. Ой, френдзонаға қош келдің, бауырым. Келесі жоқ свиданияға өзің барам, ұқтың ба? Өзің ғой төп етіп тұрған саған көмектесіп отқан. Мен де ақымақ екем. Сәлем. Не киіп алғасың? Мен ана жердегі больницада врачпын ғой. Тез танса салайықшы, вообще уақыт жоқ. Жақсы, менің есімім Арман болды, жасым 27-те, өзім. Қайда? Уайымдамаңыз. Жай ғана кішкене давлениеңіз түсіп кеткен екен. Ренжімеші, пациенттерім ғой, көріп қалдым. Сол есім Арман, жасым 27-те мен. Түсінікті, уақытты құртпай-ақ қояқшы. Менімен жүргің келсе, сен маған общий анализ крови, скрининг, УЗИ, инсулин, глюкоза, ферритин, одан кейін ең бастысы ПЦР-ге анализ тапсырасың. Барлығы таза болса ғана екеуміз жүреміз. Жарай ма? Жарайды, тапсырам. Одан кейін сен тестостерон түсіп кеткен бе? Ұйқы, тамақ, спортты реттеу керексің. Жарайды. Сен врачсың ғой. Соңғы кездерші мен көзім құрғап, бір тітіркеніп, құм тұрған сияқты болып жүр бар ғой. Неде болуы мүмкін? Қане көрейін. Телефон компьютерда көп отырғаннан кейін контактный линзадан шаң жел барлығы әсер етеді ғой. Жақсы болды, мамдар айша доктор қызға үйлен деп. Енді үйде доктор келін болатын болды. Асықпа. Менде әлі 2 жыл интернатура, 3-4 жыл резидентура, одан кейін доктор, профессор наук деңгейіне жеткеннен кейін ғана барып тұрмысқа шыға аламын. Тағы да 10 жыл күтуге дайынсың ба? 10 жыл? Туф, бір уақытына балаға сен қараш, кешке дейін мен қарайын ба? Жұмыстарымды істейін. Ой, бара беш, қарап отырмын. Папа деймін. Қара қалса дұрыстап қарамайсың ба? Неме телевизор көріп отырсың? Сен сөйлейсің бә не? Когда надо, сөйлей алам атак. Қазір, отыра тұр, Қара. Не болды? Жаңа сөйлеп жатқан мына бала. Туф, қойш, мен қолым бос емес. Ема! Қара! Билеп! Ема! Қара! Билеп жатыр! Жаңа билеге, точно билеге мен саған айтам. Билешка не? Тағы қандай сылтау айтасың, бала қарамас үшін? Қош болды. Сен неге мен жындығы отырсың? Қазір мамаңды шақырам, сөйле, ұқтың ба? Шақыр, сөйлейін, айтатын нәрсем көп. Мысалы, кеше түнде сен бір қыздың сторисіне лайк басқаның туралы айта аламын.
айтайын ба, шақыр маманы. Ай, жарайды, сөйлемей қой. Че там өзіңе бірден керек па? Бірден әңгімені осылай бастамайсың ба? Мына жерде отырып кешке дейін көтерім тоңып кетті. Келдім саған термоковригіңді. О, кайф. Бәсе бұрыннан өстімейсіңдер ме? Саған ұнағанына қуаныштым балам. Давай бір мультфильм қосып берейін ба? Ей, өшірші ана синий тракторды кешке дейін қоса берейін бастап отырып. Маған Афганистан туралы, война туралы кино қосыңдар. Тура атаңа ұқсап кеткенсің бар ғой. Неме шалдарсақ соғыс кино көріп қас қосам. Мама, мектепті алтын белгі бітіріп 5 диплом алдым. Бопты. Мама, ояш, бүгін контрстракты бәрін алып тастағансың ғой. Ұлым менің молодец, менің мақтанышым. Мама, неге сіз маған қарағанда ұлыңызды қаттырақ жақсы көресіз? Қайдағын айтпа, екеулеріңді бірдей жақсы көрем. Точно ма? Әй, таңғы 4 болып, тұрсаш болып жұмыс істе. Ұлым, тұра ғой, түскі сағат 1 болды, саған завтра постель алып келдім. Жанымдаш. Ой, ұйықтай ғой, жаным, ұйықтай ғой. Әй, не жатыз? Үй деген шашылып жатыр, жина бол тез. Мама, арманда жатыр ғой, әне. Ол сен қыз, бар да оның да комнатасын жина. Бар, кет бар. Мама, не істеп жатсыз? 18-ге толдың, өз күніңді өзің көр. Мама, мен қайда барам? Мама, ұлыңыздың жасы 40-қа келді, неге соны қуып жермейсіз? Тиіспелді ба, ол әлі кішкентай. Қалай барады? Мен сіз өмір сүре алмайды. Жаным, Аллахым. Сен осы бұрынғы қызымен қанша жүрдіңдер? Көп емес, 5 жылдай жүрдік. 5 жыл? Қашан айырылыстыңдар? Ой, давно айырылыстық, уже 2 ай болды. Давно ұмытып кеткенмін оны. Айтпақшы, саған сыйлығым бар. Вау, рахмет. Мен 2 айда 5 жылдық отношениядан шығу мүмкін емес қой. Сонда мені бывший аясын ұмыту үшін қолданып жүр ма? Тексеріп көрейін. Официант, қазақша қайғылымызға қосыңызшы. Бәрі артта қалды ма? Жаным ма? Кеше бүтін есіме түсіп кетті просто. Алдым, сыпиш, көзін жұмшы, қап-қаратын етпей. В смысле, мен виноват, мен не қатысым бар? Айтып тұрған, мен оған байқамай лайк бастым. Иә, менен де кінә бар, мойында, менің де ит мінезім бар. Ал біздің бірінші свиданиямыз есінде ме? Екеуміз селфиде танысып өттік қой. Как раз қазір мен сол жерде отырмын. Еще менің саған сыйлығым бар. Алдында айырылыспай деп алып қойған ғой. Қазір саған соны сыйлайын. Ей, жемей тұра тұршы, күте тұршы, сен осында келесің ғой, не ғой, сен бара тұрасың ба? Мен осы бұл кісімен кездесіп едім, фото сөйлесеміз, Бәсе, осындай бірдеңесі бар ғой. Бақытты болыңдар. Жан, бәрін қайтан бастайық, Онда келе бермей сен осы жерде күтемін. Нешінші жылғысың? 2007 жылғы боламын. Қанша? 2007, ал өзің қай жылғы боласың? Мен 98. Өй, түк етпейді. Махаббат жаса қарамайды. 2007-лер сендер кеше ғана садикта жүретіндер ғой, қалай өсіп кеткенсіңдер? Ой, қайдағы? Мен даже армияға бар келдім ғой. Міне мен суретім. Сен өзі немен айналысасың? Ой, мен серьезный тірліктермен айналысам. Темкалар, лям туда, лям сюда. Өзің немен айналысасың? Мен сол офис. Не қарап отырсың? Сен айта бер, мен просто ұзақ әңгімен тыңдай алмаймын. Мультфильм қосып қойыншы. Тоқташ, сен мен үшін тым кішкентай екенсің. Давай осы жерден қоя салайық, мен кеттім. Сен сонда мені тастап кетейін деп тұрсың ба? Сендер кемпірлер қатыгез болады екенсіңдер. Мен сенің мамама айтам. Давай мен саған может бір мультик қосып берем. Мен саған ойыншық алып келдім, күшті. Давай. Енді сен кішкене өсіп ал, содан кейін кездесеге. В смысле, баласында мен уже үлкенмін. Ах ты изменщик! Айжан, не істеп жатсың? Айжан, мен мұндамын. Ой, извините, пожалуйста. Ит! Ой, мусорный пакет қой ол. Ой, очким кеткен ғой просто. Мына приколды қарашы. Жақындатшы. Тағы жақындатшы. Тағы да жақындатшы. Тағы. Айран екен. Ема, очкимді алыппын ғой. Не қып шешіп садың? Очкисіз әдемірек екенсің. Бұлыңғыр болып жүре берші.